тағдырды жеңіп, лайықты кедейге жүрегінде ұялшақтықтың сондай қайыр алмайтын қарапайымдың басқа ұлт болса соған беріп Алла Тағала оған берді. Сол себепті құрметті жамағат, бұл садақаны да зекетті де берген кезде шын жүректен беру керек. Шын жүректен берген зекет қияметте еселеп қайтады да. Сол себепті шын жүректен берген қандай да бір құлшылық болмасын, оны әлгі қылған пендесіне, сол қылын орындаушы бауырымызға Алла Тағала жүрегіне қуаныш сыйлап, ол сол істің ләззат ала береді, рахатын ала береді, істейміз керек, мотивация, сверхмотивация. Яғни күшейе береді, ақыр соңында ол иншалла бұл дүниедегі ешқандай фитнаға мән бермейді. Біздер, көп адамдар өзіміздің пенделік бір 200 грамдық, 300 грамдық миымыздың артына саламыз да, материалды есепке саламыз, анау мынау деймізде көп жерде сараңдық қыламыз да, сараңдық қыламыз. Сараңдық жаман екен да ол. Сараңдық жаман. Сол себепті қазақта айтқан ғой, Аллахтан бұлай болмасын дейді. Бұлай да болмасын дейді. Орташа болсын. Бәріне беріп сама дейді. Бұл қазақтың несі қараңдар. Сараңда болма деп тұр да. Орташа болу. Яғни орташа болу дегенде өзінің бала шағаңа алып қал, бірақ лайықты жерге беру. Ал лайықты жерге беру үшін қараңыз зекетті. Ол үшін адам шамалы жүру керек. Жүріп көру керек. Бұндай келгер тұратын районға бару керек. Шамалы автобустан түсіп, машинадан түсіп, жаяу аралап, солармен әр уақытта күнде жүретін болса, қарапайым киім жүретін болса, онда әлгі жердегі обстановканы сол кездегі жағдайды түсінеді да. Ал жоқ, өзінің квартирасында жаңағы нормальный элитный пентхаусында тұрып, басқа жерде жүріп, или клиниканың өзі сияқты баянмен ғана араласа берсе, түсінбейді. Олардың түсінігінде айтуы мүмкін, мен кедей болсам, барып ғана қызылканың шай ішіп отыр деген сияқты. Ой, субханалла, кейбір сондай семьялар бар. Акарачканың, яғни қауіптің бір саны, олар үшін қазық ата сияқты да. Ал мына ораза айы біздерге нені көрсетіп беріп тұр? Сондай кісілерге табыңыздар деп Алла Тағала. Неге Алла Тағала Рамадан Карим дейді? Қараңыздар, Рамадан Карим. Алла Тағала есімесідің жомарт, Алла Тағала беруші. Алла Тағала бізге беріп тұрған мына Аллаға шүкір, осы өздеріңізді 2 жыл бойы жамағат болып жинай алмай, бәріміз сүмірейіп үйде жаңағы астағфирулла түрмеде тұрған сияқты шамайымызды 2 жылдан кейін берді жамағатпен отырғызуымызды, жамағатпен тарауы оқуымызды, жамағатпен отырып имамдарды тікелей сөзді естуімізді. Демек біздер істеу керекпіз. Берді ма, біз соған сәйкес жомарт болу керекпіз. Бұл кейбір айтуым ғой, ой, мен кедей болсам, бай болсам беремін, анау бүйтсем, жаңа пәленші бар, пәленші сияқты өтірік. Ондай адамдардың бәрі көбінесе өтірікшісі. Адам беру үшін бай болу шарт емес. Адам беру үшін жомарт болу үшін. Миллионер деген списокке кіру шарт емес, құрметті маған. Адам жүрегі бай болса, мейлі өзінде бір жаңағы айтып пайғамбарымыз хадисте айтқандай, жарты тамыр, жарты финик болса да тозақ отын. Бір финик бар қолында, жегісі келіп тұрады, бір ана басқа бір кісі соған беріп жіберді ма? Демек ол кісінің жүрегі бай деген. Ол жүрегіндегі сараңдықты жеген деген. Ұстаздардың, ғалымдардың, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху хадистерде амал қылған деген. Ал егер де кім сараңдығын жеңе алмаса, ол ұстаздардың, имамдардың, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисіне амал қылып, халакатқа ұшырайтын сараң топтың тобына кеткен. Сараң топтың. Шық бермей шығайбай. Ана қазақтың мынандай бір сөз бар, жұмыртқадан жүн қорыққанбай. Енді бұл қарап отырсаңыз, бұл қарапайым сияқты жұмыртқадан жүн қорыққан. Бірақ ғана біздің ата-бабамыз қалай мықты болғанда, ата-бабамызда жұмыртқа бар ғой, жұмыртқа білесіз, мына скорлупасы қағылған. Соның сыртында жүн өсіп тұрады екен. Лубамен тұрады. Яғни бұл кейбір байлар соған жымып болады деген асқар болады. Жоқ, ондай болмайды. Жомарт болады. Зекет берушілерден болады. Зекетті несиапқа толмайды, Алланың қалауы болады. Бірақ берсек, тіпті бір басқа бір имамның айтқан бір сондай сөзі бар еді, біздің бір ата-бабамыз мақтап келіп, Алла Тағала сіздердің осылай дархан көңілдеріңізді осындай жерде берген ғой дейді, осындай. Қараңыздаршы машалла. Енді солардың ұрпақтары біздер бұл кісі үлкен сайыстық көп имам.
маған өзіне тікелей бірақ кейінгі ұрпақтар бізді қандаймыз? Сұрақ қояйықшы өзімізге. Сұрақ қойып, қарайықшы. Біз қандаймыз? Ата-бабаларымыз мықты. Мына кейбір бауырларымыз ата-бабалардың атын айтып, руын айтып, мақтанып, жеткіліктерін келеді, жерге тесемейді сатылы. Бірақ ісіне қарасаң, ол анаң ата-бабасын садақ етсін дейсің ба? Ол сен олай емессің, ол кісі бөлек кісі әулиелер. Сен соны ұмытпа, бірақ сен атында затында қатысы жоқ дейді ғой. Осы құрметті жамағат, Рамадан айы, әуеліку мағфира, әуеліку рахма, бірінші басшаға мейірімділік, екіншісі мағфира, кешірім, және уақытыңызда соңғы жағы тозақ оттан құтқару болған осы жомарт айында жомарт болуға керек. Іздейтін адамдар болса, беретін жерлер көп. Істемейтін адамдар болса, тыңдағысы келмейтін адамдар болса, қырсық адамдар болса, қырсықтың ішінде тоң мойыннан болса, құлағына насихат бермейді, тәкаппар, бұлар ретінде болса, тәкаппардың ішінде, тәкаппар болса, тәкаппар болмай, шайтанға ұқсап, шайтанның ішінде ібіліске ұқса, ол кісіге еш уақыт Алла Тағала бәрін жауып қойып. Айтады ғой, егер де кімде-кім Алла Тағала қаласа, оның көкірегін ашып қояды дейді, көзін ашып қойып, емін-еркін. Ал кімде-кімде тағып қойса, аятта келеді, мағынасы жобасы айтып тұрмын, мына аспанға көтерілген кездері дейді қараңыздар. Яссағаду фиссамаа деп келеді аятта. Мына көкірегі қысылады дейді. Бұлар жаңағы не дейді, мына космонавтика саласы бойынша осы ұшқан кезде оказывается, не үшін адамдарға кислородты береді? Мына ауа жетпегеннен көкірегі қысылады. Сол себепті кейбір ақиқат айтқан кезде адамдардың жүрегі қысылады дейді. Имамның мына ұстаздың насихаты маған жақпаяды. Маған жақпаяды. Мен күйдіріп жатырмын. Қараңыз, аспанға көтерілген қысылады. Ал Алла Тағала жомарттық қаласа, Алла Тағала жақсылық қаласа, әрбір пенденің жүрегі ашылу керек. Сол себепті құрметті жамағат, әр уақытта имамдардың айтқаны ол сіздерге жан ашып айтқаны. Сіздерге ұстаздардың айтқаны жан ашып айтқаны. Алдында айтылғандай жазылмаған бір жан бар дегендей, немесе ғұламалардың айтылған арасында мынандай бір сөз бар. Сіз ақиқатты дейді, жек көретін адамдарға қабылдаңыз. Сол сияқты ақиқатты өзіңіз жақсы көреді, бірақ оны ауыр қабылдайды деген кісілер айтады. Біз егер осы екі қасиет теңсек ұтамыз. Бұны кейбіреулер ойлауы мүмкін, ой бұл жаңағы бір кенжелікті сөз жоқ. Бұл менің сөзім емес. Бұл пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның өмірінің бүкіл бәрінің қысқаша ғана көрінісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне қаншама көмектескен Али ибн Абу Талиб деген сол әкесінің бауыры. Сол кісіге айтты ғой, я Абу Талиб, ла иляха иллаллах айтшы деп жарасты, бірақ Алланың қалауымен айтты. Соған айтшы кәлімет сабағат сөзін қабылдамады. Ана жақта Абу Жахил бастағанда Құрайшы кәпірлер келді, ей Абу Талиб сен ата-бабаларыңдан мен қайтасың ба? Алланың қалауымен айтты. Сол сияқты өзіне қарсы келгенде Абу Талиб емес, Абу Лахаб деген кісі бар, білесіздер, әкесінің. Соған Мәсәд деген сүре түскен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахабин ва табба. ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Demek осы сүрені Алла Тағала оған түсірді не үшін? Әлгі туысын әкеңмен бауыр Абу Лахаб сол кісіге айтты. Сол себепті құрметті жамағат, бұл зекетті беру жөнінде, тарату жөнінде, садақаны көбірек қылу жөнінде бауырларыңызға көбірек айтып жүріңіздер. Кейбіреулеріңізді қорқысаңыздар, кейбір ұстаз айтып айта салғаныңыз да бар. Кейбір ұстаз осылай деп айтып айтсаңыздар бар. Оған да Аллах үшін. Егер де олай болмайтын болса, енді қазір Құдайға шүкір гаджеттің заманы, қолымызда бәрімізде бір смартфон бар, бір записывающий устройствосы бар. Соны жазып алып, міне тәуекел сөз айтып беріңіздер. Қорқысаңыздар. Себебі неге? Ол таратсаңыздар, соған сәйкес сіздерге сауап жазылады. Ақиқат тарату сіз айта алмайсыз. Өзіңіздің бір артының қасиеті бар ғой. Бірақ таратқан үшін сауап аласыз. Сол сияқты Рамадан Кәрим ораза айында, жомарт айда жомарт болуға әрекет етіңіз. Жомарт болу бұл жаңағы кенжелік үшін емес, мен үшін емес. Алла Тағаланың разылығы үшін. Алла Тағаланың разылығы үшін жомарт болсаңыздар,
Алла Тағала сіздерді бұл дүниенің қандай да болмаса фитнесінен бәрінен әртүрлі сынақтарынан емін еркін жүргізіп қояды да. Сіз мән бермейсіз. Жұрт ана жерде бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, пәлен жерден байын алып кетті, пәлен жерден түгелді. Осыдан бір 10-15 жыл бұрын бір Алланың қалауымен бір кісімен бір отырып қалдым, шақырды, қонаққа әңгіме шығып отырып, сол кездері айтады да бір пәленше деген бір үлкен кісінің бір туысы, сол алдыда Алланың қалауымен оған жаңағы мүмкін бір зекетін бермеген шығар, бір үлкен сумманы доллар есептеген миллиондаған үлкен сумманы тартып алып кетті дейді. Яғни Алла Тағала кімде-кім зекет бермеген болса, оларға мысалы қой бағып отырған болса, қойды қасқыр жібереді. Ал енді қазіргі кезде білесіздер, шотта, банковский, анау мынау бар. Қазіргі кезде ондай емес, қазір екі аяқ қасқырлар жіберуі мүмкін Алла Тағала. Мен сол кезде таңғалғам, ана кісінің туысы андай үлкен зор қызмет, ойбай енді Қазақстанда үлкен қызмет қой. Бірақ Алла Тағала мүмкін әлгі кісінің уақытында бір зекетін бермегендігі үшін мейлі ана кісінің затын туысақ бола қойсын. Қызметтің енді зорын істеді. Бірақ Алла Тағала оның екі аяқты бір қасқырлар жіберді, адам бейнесінде сөйтіп жұлып алып кетті да. Сол себеп біздер, мен атын айтпай қойын, білген адам біледі, білмеген адам білмейді. Әйтеуір өз құлағымен естіп, өз көзімен көріп, соның қасындағы кісілерден айтқан. Сол себеп құрметті жинақ бізде беріп үйренейік. Беріп үйренсек өзімізге жақсы. Беріп үйренуші қараңыздар. Беріп үйрену үшін адамдар келеді. Беріп үйренуші олар қабылдап үйрену керек. Қабылдап деген қалай? Уағыз насихат қабылдап үйрену керек. Алла Тағала сіздерге бір қолдарыңызда мүмкіншілік берді ғой басқа кішігірім әжір. Соны қабылдап бере алатындай болсаңыздар, сол кезде ғана бере аласыз. Ал тек бір ғана жаққа өзіңіздің ғана істеген болмайды. Ол сараңдық көтереді, сараңдық ол ауыр уақыт атырады. Талай адамдар байы болды, неше жылдың әртүрлі биліктің бәрін басқарды, бірақ сараң болды да Алланың қалауымен оған жаза басқа адамдардан келді. Құран-ы Кәрімде мысалы келтіретін болсаңыздар, Харун деген кісі болған. Харун емес, Харун ол Мұса алейхиссалам қасында. Бұл Харун, яғни мысалы Фирғауын болатын болса, оның уәзірі Хаман деген. Фирғауынның уәзірі Хаман, сол кездегі ең мықты миллиардер, сол кездегі бай Қарун деген, соны жер жұтып қойған. Құран-ы Кәрімде оның аяттары көбірек келеді, әлгінің байлығы, сондай есі хадистері бойынша сондай, енді шексіз байлық қазір білмеймін, жер бетінде ондай бай жоқ шығар деп ойлаймын. Демек, біздер зекетті садақаны бере отырып соған ұмтылсақ, біз өзіміз тазалаған боламыз да. Сол себепті Құран-ы Кәрімде көптеген аяттарда «Қод афлаха ман заккаха». 30-шы парада уәшшар дейміз. Бұл жерде «Қод афлаха». Қод дегенде әр уақытта білесіздер, «Хайя аль фалах» дейміз. Құлғасыңдар, жеңіске асыңдар. Қод афлаха. Әр уақытта жеңіске жетеді, ұтады кім? Ман заккаха. Пенделердің ішінде оны біреу тазалайтын болса. Бұны ха деген дамир, қазақша айтқанда есімдер, несбаймене, нәпсіге де барады. Оған қасы басқа аятқа келтіретін болсақ, бұл малға да барады, я мал мүлікке де барады. Яғни кімде-кім өз нәпсісін, жүрегін әртүрлі жаман нәрседен тазартып ұмтылатын болса, ол әр уақытта жеңіске жетеді. Сол сияқты кімде-кім мал мүлкін арасында күмәнмен келген, әртүрлі жолдармен бір лас жолдармен келген, ол болады. Кез келген бай болмасын, қандай бай болмасын, олардың малында сонда әртүрлі лас жолмен келгендер болады. Содан тазартса, онда ол қияметке құтылады, және тозақтан құтылады. А кім-кім тазартпаса, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا дейді. Әр уақытта зиян шекті немесе тозақты егелерде болды. خَابَ مَنْ دَسَّاهَا кім-кім соны ластаған болса, өз нәпсісін ластаған болса, немесе өз мал мүлкін ластаған болса. Өз мал мүлкіне ластар көп болатын болса, уақытында бермегеннен кейін Алла Тағала оны солай бұл дүниеде ақыретте қалдырады. Бұл зекетке байланысты, зекеттің абдалдығына байланысты, зекет қылмағанның жазасының басқа аяттары бар. Зекетке байланысты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи дүниеден өткеннен кейін қандай кісілерге қандай жаза берілді, оларға байланысты аяттар өте көп. Осында немесе басқа да уағыздарымызды Алла қыласаңыздар, сейсенбі мен сәрсенбі күні вторник среда бесін намазының алдында келіп тыңдасаңыздар болады. وأقول قولي هذا أستغفر لي ولعامة المسلمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
Ya Allah Teala bizi осы oraz ayında өзің аман есен жеткізгендей, келесі oraz ayына аман есен жеткізіп, осы біз оразда қандай да бір өзің ғана разы болатын қиямет күнде саған жарық жіберген фирдеус жәннатына кіретін салих амалдарды, зекет берушілердің қатарынан, зекет таратушылардың қатарынан, хайыр садақаларды көбірек қылатын мұттақи пенделердің қатарына қыламыз. Алла Тағала біздің білмей істеген күнәрімізді кешуін нәсіп етіп, қиямет күні өзіне ғана құлшылық қылып, өзінің ғана разылығын тауып, фирдеус жәннатындағы мұттақи пенделердің қатарына қыламыз. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин би рахматика кама рахматик Аллах. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا